маған кунг-фу үйретіңізші. Кунг-фу сіздерге арналмаған. Сен оған лайықты емес. Қайрық көзіне қарашыш. Киноның ішіне кіріп кетті ғой. Күшті кино кино. Сөндір шаны. Минуточку внимания, жігіттер. Ал міне, ойлаңдаршы өздерің. Бір шифрді бірге бөліп ішкен, талай қиындықты бастан кешкен біздің бауырымыз Аққайрош өзіне берілген сұрағын достойно, золотой отырып кеткелі жатыр бостандыққа. Воля құтты болсын, бауырым. Рахмет, бауырлар. Красавчик. Ал мына біздің атымыздан мына торт саған, бауыр. О, рахмет. Маған ұқсайды екен. Ал. Еді бич, бәле жалан бәр осымен кетсін деді. Бәлесіне аула қайтып келмеш, үрлеш зік еткізіп. Ал. Мынау неге 6 свечка? Енді сен 6 жыл отырдың ғой. Ал, жақсы жігіттер. Сендерге де жұғысты болсын. Бәрекелді, әмин, әмин. Жүгіріп шықтым белеске, Елес жақын емес пе? Осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе? Уже мане. Торт пен шай ішіп күту керек? Бұлатқата. Жақсы. Кәк, отыр. Қайреке? На волю дейсің бе? Ана, матрас подушкаңды өткізіп кет, заттарыңды алып кетпесін. Айтпақшы. Картадан ұтылып қалған 70 мың қарызды қашан қайтарасың? Келесі келгенінде берейінші, брат. Келесі десе. Жағын қарсы. Садақа. Ассалаумағалейкум, ел ағалар. Сәке? Сіз де отырсыз ба не? Присаживайся, дорогой. Ну, поздравляем с освобождением. Рахмет, ағалар. Бұйыртса сіздерге де жұғысты болсын. Аман сен босанып, босап шығуларыңызға тілектеспін. Отырғыш. Май болып қалған ба? Мен енді воляға шығып кетсем де сіздерді ұмытпаймын ғой. Греб жіберіп тұрам. Шай-пай, темекі деген сияқты. Чай, говоришь? Сигареты, говоришь? Угощайся. Құдайға шүкір, сіздерде бәрі бар ғой енді. Чем на воле будешь заниматься? Какие планы? План жоқ. Сол. Семьяға оралсам ба деймін. Мамам ауырып қалды. Больницада жатыр. Соны Қытайға апарып емдетсем ба деймін. Мама, это святое. Почему в Китае? Енді мен бұрын госучреждениеде істедім ғой енді. Қытаймен қарым-қатынасым көп болды. Фармацевтикалық компаниялар,
медоборудование, врачтар бар. Оның үстіне Қытай тілін жақсы білем. Вторая родная страна десейші. Иә, солай десе де болады. Поработать с нами не хочешь? Жоқ, сол. Мамам маған уақыт бөлгені дұрыс шығар. Ренжімеңіздер. Ну, Кайрат. Береги маму. Удачи тебе, Хайрат, удачи. Рахмет, ағалар. Отырыстарыңыз жайлы болсын. Рахмет. Bastı basma bolsun dört şartlar. Bastı basma bolsun dört var şartlar. Ne olar güle güle. Batınız bile bile. Ne olar güle güle. Batınız bile bile. Қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Организм ештеңе қабылдамай жатыр. Мен онда маманы шетелге алып кетемеймін дедім. Ол кісі жолға жарамайды. Сонда не істейміз? Өлгенін күтіп отыра береміз бе? Қаншама ауру адамдар шетелге барып, ауруына ем тауып жатыр ғой. Соларға шықсаңдаршы, конференция жасаңдар. Білмеймін, ақылдасыңдар, шетелге шығыңдар. Шыққанмен бізде мүмкіндік аз ғой. Неге? Не, бізде емдейтін аппарат жоқ па, дәрі жоқ па? Шетелден алдырайық та сол дәрі-дәрмек аппараттарды. Қытайда фармакологиялық гигант бар, Чайна Фарм деген. Швейцарияда Роуч Холдинг бар, Германияда Байер Фарм бар, Фенофи бар Францияда. Соларға шығайық та, алдырайық та, емін табайық та. Біз өзіміз 20 миллион халықпыз ғой, өзімізді өзіміз емдей алмаймыз ба? Қаншама ақша бөлініп жатыр ғой? Бөлініп жатыр. Бірақ ол ақша толықтай жұмсалып жатыр ма? Бізге жаңадан медициналық аппараттар, техникалар келу керек. Әлі жоқ. Қареке, сіз де осы салада кезінде жұмыс жасадыңыз ғой. Бәрін білесіз. Мынау анаңызға жасалған заключениелер. Егер шетелде мықты маман таныстарыңыз болса, консультация жасап көріңіз. Маматай, мен келдім, мама. Бәрі жақсы болады, мама, ойымдамашы, я? Әлек жазылып кетесің. Әлек аяққа тұрып кетесің, мама. Біз науқастың жағдайымен толықтай таныстық. Сіздің анаңызда өте сирек кездесетін аурудың түрі. Сол себепті де бізде дайын тұрған дәрі-дәрмектер жоқ. Бұл ауруға анализдің қорытындыларына байланысты біздің фармацевттер арнайы дайындайды. Жаң мырза, уақыт жоғалтпай дайындай беріңіздерші, мен аламын. Анаңыздың медициналық барлық құжаттарын, анализ қорытындыларын менің поштама жіберіңіз.
Тағы да айтайын дегенім, дәрі-дәрмек арнайы жасалатын болған соң, оның құны қымбатырақ шығуы мүмкін. Сол жағын сізге ескертейін деген едім. Ол шамамен қанша? 3 миллион юань. Қанша дедің? 3 миллион юань. Жақсы, түсіндім. Кездескенше Қайрат мырза. Онда сізді Пекинде күтеміз. Хала. Папа, әже қашан келеді? Келеді. Аға, шай дайын болды. Бар. О, Қайреке. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Не болды? Үйде зат алмай кеттің бе, ха? Ішке кіріп шығу керек болып тұр шаруалар. Болмайды, братан. Бұл жер саған не, проходной двор ма? Болмайды. Қайреке. Онда қарызды қайтар. Картадан ұтылған. Садақа дедің ғой. Түріңе қарасам, мұқтаж емес сияқтысың ғой. Алла қабыл етсін. Дай бог здоровья твоей маме, Кайрат. Мама, ты святое. Все-таки в Китай собираешься. Рахмет. Сол өзі бармасам болмайын деп тұр. Кайрат, здесь ровно 200 миллионов, как ты и просил. Рахмет, аға. Рахмет, ағалар. Мен сендер болмасаңдар не істер едім мен? Мен міндетті түрде қайтарам, аға. Не стоит, Кайрош. Мы же не чужие люди. Мы братья. Мы тебе на госслужбе помогали. И здесь поможем. Братья должны помогать друг другу. Прими это от нас в качестве помощи. Ағалар, мен бұл жақсылықтарыңызды ешқашан ұмытпаймын. Мен рахмет сіздерге. Кайрат, есть одна просьба. Мы здесь тоже не сидим сложа руки. Бизнесом занимаемся. На днях мы нашли в Китае клиента, который очень заинтересован в нашей зерновой продукции. Вот мы бы хотели, чтобы ты по пути завез этот груз. А ол не груз? Пшеница, ячмень, рис. Клиент хочет убедиться в качестве продукции и подтвердить, что все в порядке. Просто это очень важно для нашего бизнеса. И я уверен, что ты, да, именно ты, с этим справишься. Негізінде менен басқа сенімді адам жоқ па? Сол сенген адамдардың кесірінен отырмыз ғой осы жерде. Ол жерде енді артық ештеңе жоқ шығар, Болса ше. Жоқ шығар. Ечмень, оның ішінде не болар дейсің? Жолға дайындал. Болды. Рахмет. Рахмет, ағалар. Мен бұл жақсылықтарыңызды ешқашан ұмытпаймын. Кайрат, мы тебе верим. Бол, уайымдамаңыздар. Правило первое. Никогда не нарушать
Условия сделки. Правило второе. Никаких имен. Правило третье. Никогда не заглядывать в багаж. Правило четвертое. Никогда обещания не давай, если не сможешь сдержать. Вот мен перевозчикпін ғой, ана кинодағы тақырбастан қарағанда жақсы айдаймын. Хыйтожан, уайымдама. Қауымбас! Не қылып тұрсың сопиып? Түс! Кешіріңіз, тексеріп жатқан бұл. Немене комиссиясың ба нақ? Осы елдерді түсінбей ме? Көт сүймайтын жерге бастарын тығып. Сәбіз. Жам есік. Кеттіге. Редиска. Қатының бар ма әңгілік? Болған, кетіп қалды. Байып кетті ма? Сәне ждет тастайды. Мен қатын болсам саған тиімес едім. Непонятный адамсың. Басыңды тартып отыршы, помидор. Брат, сіз жеміс-жидек сатқан жоқсыз ба? Онда не жұмысың бар? Көтіңді қысып отыршы. Аға, бірдеңе сұрасам боқтамайсыз ба? Сұра, боқтамаймын. Машина қай жылғы? 2000 жылға не қылайын деп едің? Жоқ, просто сұрап отырғанмын. Объем қанша мынада? 14. 700 аттың күші бар. Не білем аға, жаңа машина алып берейін деп едің? Аузың жауып, көтіңді қысып отыршына. Ой, не болды сошы? Бірдеңе сұрасам боқтап. Менен сәлі, пока боқтаған жоқ. Аға, таможня тік емес пе? Неге бұрылып жатсыз? Білем, ақылды болмай отыршына. Маған осы мұрышпен жүрдігі. Менің бірінші қатын түп берген балаларым ғой. Қайдан білейін ей, сұрағын көп бақылажан екенсің. Бар кет жатқа, ұйықташ. Мыналар кімдер ей? Мынау қытайский қара шемішкелер не қылып тұр еді? Кегіңнің аузы! Не керек сендерге?
Жолды сатып алып дедіңдер! Олар қазақша түсінбей ме? А? Ей! Мені Гуанчжоуда, Шанхайда, Пекинде ешкім тоқтатпаған. Кімдер мыналар? Ойбай, майалатамын. Жолыма деймін, ашты бұрыш! Очередпен келіңдерші! Ойбай, шыла чамың. Vay be. Çangça içati. Vay be. Çangça içati. The Bluetooth device is ready to. The Bluetooth device is ready to.
Сендерді ауылдың бір малшысы тауып алды. Көліктеріңді толығымен өртеп жіберген. Ол жерде не жағдай болды? Жағдай болғанда мені белгісіз бір адамдар тонап кетті. Көлігінде бағалы заттар бар ма еді? Жоқ, бидай күріш алып келе жатқан. Сонда күріш үшін ба? Сенің жарақатың өте ауыр болды. Ұзақ уақыт бойы ессіз жаттың. Сен жуынып, тамағыңды ішіп ал. 4 күннен бері қарның ашып қалған шығар. 4 күн? Сонда мен 4 күн ессіз жаттым ба? Сыда. Шефу, сізде телефон бар ма? Рахмет, шефу. Слушаю. Сәке, ассалаумағалейкум, Сәке. Сәке, бізді тонап кетті. Машинаны өртеп кетті дейді. Мені жүрегімнен водительді басынан атып кетті. Вы живы? Иә, мен тірімін. Водитель әлі есін жиған жоқ. Мен 4 күннен кейін оянып тұрмын, Сәке. Көмектесіңізші, не болып кетті өзі? Мен не істерімді білмей тұрмын, Сәке. Кто забрал наш товар? Білмеймін, бір маска киген біреулер, китайстар сияқты. Менің емге деген ақшамды алып кетті ғой, Сәке. Кабинадан алтындарды алды. Не алтын ол, Сәке? Кабинада алтындар бар ма еді? Так, ты где сейчас? Мен Қытайдамын. Бірақ білмеймін қай жерде екенімді. Адрес жібере салайын ба? Хорошо, оставайся на связи. Сәке, мен не істеймін? Сәке! Аға, телефонды ала берейін ба? Нет, оставь, иди. Жақсы. Что скажете? Қара сумка көрген жоқсың ба? Ой, тыңдау қиып аулама? Мио. Нинга танша? Ой, тайшаға соқ. Уақыт болмай тұр ғой. Шефу, ұстаз. Шефу, менің сізге бір сұрағым бар еді. Мені тауып алған кезде қасымда қара сөмке болмады ма? Шефу! Кедергі жасама. Менің қолым бос емес. Сонда кунг-фу деп осыны айта ма? Би сияқты өнер емес пе? Иә? Сонда не? Сенің ойыңша біз бишіміз бе? Жоқ. Менің айтайын деген басқа. Чап! Кәне, ортаға шық. Не үшін? Мен кунг-фуды білмеймін ғой. Бұл кунг-фу сен айтқандай би емес пе? Шық биле, шық та биле. Вамия! Вамия! Вамия!
Шеф, сіз қалжыңдап тұрсыз ба? Мынауыңыз енді мен үшін. Ойня. Сен бірінші мына баланы жеңіп көр. Шеф, негізінде менің сол қолым ауырып тұр. Кейінге қалдырайықшы. Сен де бір қолмен төбелес. Керек емес сияқты, шеф. Мені! Балымызда қалып берсең, мен сені жайыруға уәде берем. Бенчилин? Атаң бассаған бенчилин. Қалай? Би ұнады ма? Мен. Тамақ іштің бе? Иә, бәрін жедім. Отыр. Көз алдымда же. Өлдің бе мороженыйдан? Кел, төрлет. Ол сендерді өлімнен алып қалған кісі. Рахмет, сізге көп рахмет. Сұрағың келген нәрсені осы кісіден сұра. Мені тауып алған кезде қасымнан қара сөмке көрмедіңіз бе? Оның ішінде ақша болған. Сөмке? Жоқ. Сені тауып алған кезде айналаңда ештеңе болмады. Тек мына зат қана болған. Күш, жігер, қайрат. Бұл кезінде үздік шаулиндермен атақты болған Шэньцзян провинциясының кунг-фу мектебінің ұраны. Кейіннен шәкірттері көп бұзықтық жасап, мектептерін мәңгілікке жауып тастады. Шефу, сіз қазір олардың қайда екенін білесіз ба? Қайда екенін білмеймін. Бірақ Иу қаласында болған. Оларды мен тезірек тауып алуым керек, шефу. Точно адресі бар ма? Тапқанда не істейсің? Ұрасың ба? Сенің мына балаға да әлің келмейді ғой. Жай, Максимбек.
қоштасуға келдім. Жолда абай бол. Мекен жайды жоғалтып алма. Мына ақша сенің жолыңа. Жоқ, керек емес. Ал, саған керек болады. Адасып кетпес үшін мен саған өз телефонымды сыйға тартам. Мә. Шифу, жоқ, мен мұны ала алмаймын. Бұл өте қымбат қой. iPhone 14 Pro ғой. Дүние жалған. Бәрі өткінші. Уайымдама. Мен 15 Pro алып алдым. Қалай саған? Ат болсын. Рахмет, Шифу. Сіздерге алғысым шексіз. Жолың болсын. Сен неғып отырсың? Сенмен бірге қалаға барам. Не үшін? Маған балмұздақ алып берсең, саған жолды көрсетем. Мектептен кете аласың ба не? Мен сұранып шықтым. Менсіз ол жерді бәрібір таба алмайсың. Кеттік. Жүр. Машина келесің. Langırın. Okey. Сендер әншісіңдер ма? Шына. Қалаға келдік. Енді балмұздақ алып бер. Ой, келе сал. Бірден жемейтін шығарсың енді. Уәдеңде тұр. Әлде біріп ұйықтатайын ба? Алып берем, уайымдама. Алдымен мектеп тауып алайыншы. Осымен 4-ші балмұздақтан өттік. Неге алып бермейсің? Қазір мектепті тауып алайыншы, сосын бірге жейміз деймін. Онда мен шаршадым. Осы жерде отырам. Мә, тез алып кел. Мен сені осы жерде күтем. Шешім. Әй, келіңдер. Көріңдер, піскен тауық етінен дәмін көріңіздер, әй. Көріңдер, келіңдер, кел. Маған аш емесінен бересіз бе? Окей? Ашшысынан? Не дейді ашшысы деме? Жете ма? OK， 中国欢迎你。Very good，太好了。Мынауыңыз не? Улап өлтіресіз
ғой. 什么？我听不懂。 Уға мынауың. Алтын алатын адамды таптың ба? Таптым. Олар қазір Хинджанда. Келісімді сонда жасаймыз. Бүгін жолға шығамыз ба? Қанау қазақ осында жүр. Оның көзін құртпадыңдар ма? Түсіндім. Сен не қарап жүрсің? Мен олардың қиналып өлгенін қаладым. Ассалаумағалейкум. Жігіттер, мен адасып, байқамай кіріп кеттім. Кешіріңдерші. Жігіттер! Обалым жоқ. Қайда барамыз? Хинджан.想做按摩吗？我们现在稍微有点忙，你要等一下哦。腹部按摩还是背部按摩？我们还有你是想做肩部按摩还是背部按摩？现在你想好了吗？ Кешіріңіз, братан, мен әдейі істеген жоқпын, байқамай қалдым, брат. Брат, не срамайся, әдейі! Ұстаңдар! Бері кел бері!
Жігіттер, маған сендерден ештеңе керек емес. Маған анам емдейтін ақшамды берсеңдер болды. Сонымен мен кетем. Рас айтам, жігіттер. Мынау мектептен қашып кеткенің үшін. Мынау балмұздақ жегенің үшін. Шефу, ұрмаңыз. Ол мені құтқарды. Бәріне мен кінәлімін. Шефу! Ойбай! 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 Қоты қысып жүрмейсің ба? Нең көреді қашып? Ойбай! Шефу! Құтқарғаның үшін рахмет. Оқас жоқ. Қайта саған рахмет. Мектептен неге қашып кетесің? Маған бұл жер ұнамайды. Тәртібің нашар деп, анам осында келіп тастады. Тамақтар дәмсіз, күнде жаттығу. Шоколад, балмұздақ мүлдем жегізбейді. Анамды жек көрем. Олай айтуға болмайды. Ол сені жақсы көреді. Жақсы көрген соң, сені осында алып келді. Ол мені жақсы көре ме? Иә. Біз жас кезімізде ананың махаббатын сезбейміз. Қадірін түсінбейміз. Ананың қадірін тек бір уақыт келгенде ғана біледі екенбіз ғой. Ол қандай уақыт? Қандай уақыт дейсің бе? Анаң хәл үстінде жатқанда. Анаңа ренжіме. Жақсы бала бол. Ол сені жақсы көреді. Сен не үшін жылап отырсың? Бетіңдегі жарақат ауырып тұр ма? Кешегі адамдар өте қатыгез екен. Жай ақша үшін өлтіре жаздады ғой. Ол жерде тек ақша емес, көп алтындар бар. Алтын? Төрт бұрышты кірпішке ұқсайтын заттар ма? Иә. Кеше қалада бұраға көлікке тиеп жатқанын көргем. Көлікке тиеп жатты дейсің ба? Я, олар Хиндияға барамыз деп жатты. Онда маған
Пхеньянға бару керек. Өзің барғанда не істейсің? Олар саған қарағанда қатты төбелеседі. Ал сенің әлің келмейді. Менде басқа амал жоқ. Мен олардан ақшамды алуым керек. Шифудан неге көмек сұрамайсың? Оның мықты шәкірттері бар ғой. Кеттік. Тұр. Шефу. Шефу, мен өте әлсізбін. Маған көмектесіңізші. Ана қарақшылардан ақшамды алуым керек. Кунг-фу! Ол қару емес. Ол философия. Кунг-фу адамдарды сабырлыққа, төзімділікке, жақсылыққа шақырады. Ал мен саған көмектесе алмайым. Шефу, онда маған кунг-фу үйретіңізші. Не болды, шефу? Сен киноға тойып алыпсың ғой, е? Жоқ. Үйретпеймін. Шефу. Киноға шынымен тойып алған. Шефу. Бір тонна су тасыдым. Енді дайынмын ба? 4 сағат өтті ғой. Қуасың ба сен? Қайрат. Шефу кунг-фуды үйретпеймін деді ме? Жоқ. Қайта сен дайынсың. 4 сағатта бәрін үйреніп алыпсың. Молодец деді. Қорғануды үйретпеген сияқты ғой. Сен шефуды қызысың ба? Есімім Жылан. Жылан? Жылан десе жылан екенсің сен.
Кунг-фуды үйренуің үшін біраз жылдар керек болады. Мен саған бір соққыны көрсетейін. Бұл соққы Айдахар соққысы деп аталады. Қарсыластың өкпе тұсынан ұратын болсаң, 12 мүшесінің жұмыс жасауын тоқтатып, есінен тандыруға болады. Егер қаттырақ ұрсаң, өлтіріп жіберуге де болады. Қара. Сен мықты әрі әдемі екенсің. Қаттырақ. Тағы да. Тағы да. Алло, Алло, аға, қалайсың жаным, бәрі жақсы ма? аға бүгін больницада болдым. Дәрігерлер маманың жағдайы нашарлап кетті дейді. Жыламаш, жаным, бәрі жақсы болады. Мен дәрілерді алдым, скоро барам. Аға тезірек келіңізші, қорқынышты. Жақсы, бәрі жақсы болады, уайымдамаш. Жақсы аға, күтеміз. Не керек саған? Шифу, мен кету керекпін. Ұрылардың қайда екенін білетін сияқтымын. Мен өз ақшамды қайтару керекпін. Олар Хыңден қаласында екен. Таңертең шықпадың ба? Жоқ, Шифу, жоқ. Маған уақыт жоғалтуға болмайды. Рахмет сізге. Рахмет. Жомарттың жағдайы дұрысталғанша келермін. Мен кеттім. Шеше, Шифу. Шеше. Kimsi? Gidelim Murat. Murat. Yakınsın. Мынау кім шешең? Жомарт аға? Білмеймін. Мынау ана трассадан қара шемішкелері ғой нақ. Сен біздің осында екенімізді біреу айтқан жоқсың бе? Көтіңде қымас еріп жүр ғой. Жоқ, ешкім білмейді. Сәке ғана біледі. Оны кім тағы? Заказчик. Заказчик Володя. Қытайлармен бизнес жасайды. Жоқ, аға, елдің байлығын заңсыз сыртқа шығарып жүрген бывший чиновниктар ғой. Білі, баклажанына. Ертелік айтпайсың бе? Солар ғой біз өлтірейін деп жүрген. Нахрен им свидетель, түсіндің бе? Олар біздің көзімізді құрту керек. Олар өздерінің ақшасын, алтындарын өздері ұрлап жүр. Бәсе, мен бірден біліп едім сұраған ақшамды бере салғанға мә деп. Атам айтып еді марқұм. Оңай жерде ақша жоқ деп. Міне осы ғой. Жоқ, аға, олар жақсы жігіттер. Маған көмектесті ғой. Емге ақша берді ғой. Қайда сол ақша? Қауымбас, жақсы жігіттер елдің ақшасын жемейді. Сыртқа шығармайды. Оларды айыру керек.
жырту керек, кет. Қалай, менімен бірге барасыз ба? Ну, конечно, әрине. Мен қалай бармаймын? Менің машинам спокойно, өртеп жүреді екен. Мен Қазақстанға үндемей кетіп қалады екем. Хотя бы өзіміздігін алып қалайық та. Аға, олар қатты өлеседі ғой мыналар. Екеуміз бір жерге кіріп шығаш, мен олардың кунг-фуын шығарам. Не қылып тұрсың ке, көзің батырай? Бұтыңа тышып қойдың ба? Кеттік. Қайда бара жатырмыз? Мына жерде бір танысым бар, кіріп шығайық. Жүр. Мынау бір шкаф Арсенал қару көрсеткенде ашты ғой. Мантаға қалуға келдік пен. Патрон бар ма? Ха-ха. О! Каск не үшін? Ана қара қаншықты білесің ғой, басыма зубочистка лақтырып бәле қылады. Страховка. Да, Саке. Қайрат, а ты где? Не, мені өлтірейін деп, тағы адамдар жіберейін деп педің? Қайрат, давай спокойно, без эмоций поговорим. Сәке, алтындарыңды көрмейсің. Кеттік па? Кеттік. Не істейміз, қайда барамыз, қайдан іздейміз? Асықпай барлық жерді аралайықшы. Тауып аламыз. Ше. Нейін дәм шығады екен? Тасбақаңна. Мен қарным сұмдық ашып кетті. Конечно, бір апта ұйықтадың ғой сен. 2 апта ұйықтасам, точно аштан өледі. Қайраты! Неғар! Қанат? Қыздар, былай тұрыңдар кәр. Қанат? Қайрат! Ей, қалайсың? Сен төбеден қалай? Ойбай, түнде ішке ошып кетіппін. Қалайсың, аға амансың ба? Мына кісі тасбақа жеп, тасын басына киіп алған ба? Яғып үшіндер? Біз жай қыдырып, сен не істеуірсің? Мен дәрігерге келгенмін ғой. 2 күн демал деген, одан тоқтаған жоқпын. Төбеде бар ғой, қыздар. Жыланнан қуырдақ, шекіркеден плов. Жүндер тамақ шығады. Жоқ, жүріңдер оғанда қалай болады екен? Жүрші, ішіп алайық тамақ. Түнде күшті ұшып өтіп жүрмін ғой. Дударайым дудым, бір сен үшін туды. Шіркін-ай, дударайым Димаши. Рахмет қыздар. Димаши? Димаши несі? Ой, мен Димаш Құдайбергенов деп ойлап жүрмін. Айтам, Димашқа ұқсамай, мен Ерке Есмаханға ұқсаймын десем, түсінбейді әңгімені. Әрекені алдырып отырыңдар. Осы дәм айдап келген шығарсыңдар. Күшті бұл. Сен арақты кәдімгідей қымыз құсап сапырып отырсың ғой? Айтатын жоқсың, қаяққа барсақ та сол. Әреке келдір, ал, қош келдіңдер Қытайға. Көке? Бұлар кісі. Жылан жейсің ба? Ой, жоқ, құдай сақтасын. 10 күн болды, мен тек жыланның етін жеп жүрмін. Ет тамаша екен, көш бір рет. Берші.
тамаша ғой, кәдімгі еттің дәмі ғой. Батпа же. Ас болсын Қайреке. Алып отырыңыз, жеп отырыңыз. Дәмді, ә? Дәмді екен. 10 күн болды ғой осыны жеп отырмыз. Мынау қандай жылан? Ол жылан емес, қошқардың жыныс мүшесі. Ей. Ей. Бұл қошқардың мүшесі дейді ғой, Қойшы, берші. Қауын бас. Анау сондай ма анау? Бәсе әйтеуір бүйтіп қарайым. Кішкентай болып тұрады. Ұстайсың ғой. Жуан болып кетеді. Іштеңе алмайды Қайреке, жақсы ғой бұнда. Қарап отқанша көке Қайреке танысып қойыңдар. Мынау осы Қытайдың қыздары Бию деген қарындасы. Мынау сенің қасында отқан ақтағы Сию деген қарындасың болады. 89 жыл қыздар Қайреке. Қытайда статистика бойынша 89 жыл қыздардың өздері 45 миллионнан асып кетеді екен ғой. Күшті да? Кел, Қайреке, алып қойыңыз. Жоқ, Қанат, рахмет. Қонақ жайылғанға рахмет. Біз тұрайық, астық істедік. Қайреке, сен Қытайға күнде келіп жатқан жоқсың ғой. Қонақ болып, дастархан жайып отырмын. Сен үшін бас астырып жатырмын мен аяқта. Официант! Официантқа алып келе, мен күте тұршы осы жерде. Аға, кеттік тұрайық, шаруа бар. Шеше бөлек, шеше Соня. Кеттік. Мына талбаның кемей? Мен шетелде демалған жақсы көретін досым ғой. Таза қуады екен, Айтты. Мынау әлгі көріп тұрмын, соқыр емеспін. Кеттік. Бұл Қазақстанның алтындары. Алтынның сапасын тексердік, бәрі ойдағыдай. Біз алатын болдық. Күмәнің болмасын. Тағы қызықты ұсыныстарың болса хабарлас. Бошайда. Қауынбас, аналарың кетті ғой. Тоқтатайды. Кетсе кете берсін. Ақша мен алтындар іште ғой. Алтындарды көтеріп кете алмаймыз. Ақшаны алсақ болды ғой. Алтынның курсын қаншадан берді екен, отылып қалмайық. Аға, қойыңызшы. Кеттік онда. Тойда шашқандай. Милям шашылып. Тыныш, аға. Улатпай, шулатпай, білдіртпей өтейікші. Қауда. Жарайсыз, аға. Ішке кіре берейік. Қайрат! Қайрат! Қаяқта жүрсіңдер сендер? Не сағат болды, мен ет дайындап отырмын. Бас дайындап отырмын. Анау не алып жатыр, мен сияқты ұшып кеткен ба? Тыныш, кейін түсіндірем саған. Тыныш! Lan isteyimiz. Ölmeyiz. Otura тұрсын. Шарбаны өтіріп кет. Құтқаршы! Ей!
Мен сендерге айттым ғой. Мені Шанхайда, Гуанчжоуда, Пекинде ешкім тоқтатпаған. Сендер мені де тоқтата алмайсыңдар. Ақшамды қайтар. Ақшаң? Міне? Бар ақшаны ал. Очередьпен! Баклажан, ақшаны ал! Пепельница! Че там, болмай қалды ма? Мынаны құрдастарым естіп позор болады. Біздің елде негізі әйел тұруға болмайды. Бірақ біз Қазақстанда емеспіз ғой. Оны ячыға! Маған сенің ақшаң керек емес, маған емнің ақшасы керек. Мен хайванаттармен төбелесем ба, сенімен төбелесем ба? Финга. Застывека. Заттыбек? Кеңінің ауызы. Тыңдаш, ол сенің ақшаң емес. Саған тапсырыс берген жемқорлар. Ол халықтың ақшасы. Больница, мектеп, жолдың ақшасын жегендер. Олар маған жақсы пайыз ұсынды. Өз еліне жандар ашымаса, менің неге жаным ашу керек, а? Қара қатын, айттым ғой тоқтата алмайсың деп.
мені шақырдашы. Хуйня болмай тұр ғой сол, аға, құтқаршы. Скорый бар ма? Хуйня. Ондай емес. Да, Аружан? Аға, апа қайтыс болды. Не? Ападан айырылып қалдық. Қайдасыз? Аға. Қайрат? Не Қайрат? Не болды? Қайрат? Не? Оғамнан айырып қалдым. Қайрат, сабыр етсін. Бекем бол. Өзіңе бекем бол. Қайраш, менің басымда да бол. О, появился. Иди сюда. Михаил. Где наши деньги? Куда надо, туда и потратил. Хабарымызды жақсы жаңалықпен жалғастырамыз. Есімін жасыруды жөн санаған белгісіз патриот азамат республикамыздың барлық медициналық мекемесіне түрлі дәрі-дәрмек пен заманауи жабдықтарды өз қаражатымен қамтамасыз етіп жатыр. Бұл әрине көңіл қуантарлық жағдай. Дегенмен елімізде мұндай жомарт жандар көп болса, мемлекетіміздің Это что такое? Ты чё, сука? Все наши деньги потратил? Ол сенің ақшаң емес. Ол халықтың ақшасы. Сендер жемқорлар. Халықтың игілігіне үкіметтен бөлінген ақшаны жедіңдер. Сендердің кесірлерінде больницада аппарат жоқ, дәрі-дәрмек жоқ. Қазақ тентіреп жүр шетелде емделіп. Сендердің кесірлерінде қазақ зардап шегіп жүр. Сендердің кесірлерінде менің ағам өлді. Ты говоришь, что мы коррупционеры. А ты, сучонок, ты забыл, за что ты 6 лет сидел? Ты и есть коррупционер. Слушай, Харики, что ты все в белое покрасил? Ну, по сути, по документу. Здесь больница. И ты тут давай не умничай. Ты за грехи прошлых лет рассчитался смертью своей матери. Ты падла! Ты что, надо попутал, что ли, да? Васек. Халықтан ұрлап, шетелге шығарып тастаған ақшаларын қайтарыңдар. Хотя бы кинода. Сәлем Қайрат, қалай? Сәлем Қайрат. Қалай, балмұздақ дәмді ма? Дәмді, керемет екен. Өте дәмді. Мына балмұздағыңды жеп жүргенімізге 2 күн болды.
Тамағымыз ауырмаса болды. Тағы да жібересің бе бізге? Тағы бір фурасын жіберем. Жақсы, аман бол, Қайрат. Сау бол. Рахмет. Ей, қалыңбас! Құтты болсын, аға! Қалай, күшті ма? Әдемі! Қай жылғы? Саған не керек ей бұның? Қай жылғы екені? Отыр! 하와 영도로 제보로 준다 하위 영yon你叫我给我给我这包啊有你早已经了一个后啊但要比很久后了后啊后啊你找给我还没进的光啊光啊就该让我们看着你那令我起风心叫我们换着中国风啊那令我起风，心叫我的换着中国风啊！代表好不啊，踢得好啊！让我的节奏都举得好诶！